Талай таланттың томағасын сыпырып, қанат қақтырған Алекс Би өнері мектебіне ширек ғасыр толды. Осыған орай облыс орталығында мерекелік концерт болды. Би сезім мен нәзіктілікті жеткізуші өнер. Алекс мектебінің негізін қалаған өнер жанашыры Елена Ким де осы ұжымның өміршең болуына бар махаббаты мен ықыласын аямаған жан. Сондықтан айтулы шарада жетекшіге деген қошемет құрмет ерек. Еліміз үшін қиын кезеңде елең қылмастан еңбек етіп, осы уақыт ішінде аядай мектепті бишілер ұстаханасына айналдыра білді. 25 лет исполняется в школе танцевального искусства Алекс. Алекс Би өнері мектебіне 25 жыл. Осыдан ширек ғасыр бұрын Алекс Би өнері мектебін құру идеясы келді. Бизнес жоспарымды ұсынып, жергілікті билік тарапынан қолдау таптым. Міне, соның арқасында бүгінгі мерейтойға жетіп отырмыз. Түлектер келген сайын мен өзімді бақытты сезінем. Салтанатты шарада облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов аймақ басшысының құттықтау хатын табыстап, жылы лебізін білдірді. Ал кештің сәнін түрлі жанрдағы билер мен қазақ эстрадасының жұлдыздары ажарландыра түсті. Мен негізі Елена Алексеевнаны өзім кішкентай кезімнен танимын, мектеп кезінен танимын. Кезінде біз мектепке келіп, іріктеу жасап, шақырып, кім биге барғысы келеді, кім бимен айналысқысы келеді деп сөйтіп балдарды жинайтын тұғын. Сол кезде енді өзім кішкентай кезімнен биді жақсы көргеннен кейін сол оқушылар сарайына барғанмын. Алекс мектебін және Елена Алексеевнаны 25 жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Расында 25 жыл аз уақыт емес. Осы жыл бедерінде биге қызығушылық артып, мектептен түлеп ұшқан түлектер қаншама. Алдағы уақытта да Алекс Би ұжымы талай додада топ жарып, шәкірттерін өнер шыңына жетелейді деп сенеміз. Дина Рахман, Самат Баймаханов, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.